Салем достар, біз бүгін үй жадайында қазандарымызды, кастрөлдерімізді тазартатын боламыз. Кеттік. Бізге керек заттарымызды дайындап аламыз. Мен құрсағымды дайындап қойдым. Бұл сәлі бір құрсағым. Түркіден өткізіп дайындап қойдым. Және де содамыз. Біз осы екі затпен күнделікті қолданатын қазандарымыздың бәрін тазартатын боламыз. Мен мына жақта үлкен кастрөлге суда қайнатып қойған дайындап. Қазір осыған мына құрсағындарымызды салатын боламыз. Осы құрсағының бәрін полностью салған ішіне. Қайнап тұрған суымызды ешқашан астың температурасын өшірмейміз. Негізі осы отысты почти негізі полный емес. Мына мен қолымдай негізі салу керек. Мына бізде үйде бары осы. Осы барып сала беремін. Осылай мен отыстардың бәрін салдым ішіне. Қазір осыларды біз 20 минуттай қайнататын боламыз. Осы қайнап тұрған суды температурасын баспаймыз. Осылай сақтап қайнау керек. Берші нәтижесін бірге көретін боламыз. Міне достар, қазір қайнап жатыр. Көрдіңіздер ме? Өзі түсіп жатыр жүр. Осылай сүртіп, артынан өзіңіз сүртіп жуғыласыз қайнағасын. Қазір таза болған түрін қазір сіздерге салатын боламын. Міне достар, осымен біз бүгінгі ыдыстарымызды ағартып тазарттық. Видеоға ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Рахмет.